Бүгін біз үйдің суретін салатын боламыз. Қолымызға қара карандашты аламыз. Бірінші 4 бұрыш сызып аламыз. Мен өзім кішкентай кезімде осы суретті сала беретім. 4 бұрышты сызып алдық. Енді үстіне крышасын саламыз. Бір жағын қисайтып 3 бұрыш қыламыз. Бір жағын ұзын тіп 4 бұрыш қыламыз. Осылай сызып шығамыз. Бұл крыша. Осылай сызамыз. 3 бұрыш жағына түтіннің суретін салып қоюға болады. Үйде от жағып жатқандай. Ауылда ата-әженің үйіне барғанда от жағамыз ғой, сол сияқты от жағып жатқандай. Енді терезенің суретін саламыз. Бір терезені кішкентай қылып, екінші терезені ұзын қылып саламыз. Енді есік саламыз. Досым, енді үйіміздің қоршауын саламыз. Үйімізге жаман иттер, малдар кіріп кетпес үшін үйімізге қоршауы саламыз. Қоршауымыздың үстін осылай әсемдесек болады. Ауда осылай шарбақтар осылай тұрады. Осылай сызып аламыз. Ұзын етіп, таяқша қылып бөліп шығамыз, сызып шығамыз. Барлығын осылай сызып шығамыз. Досым, саған бұл сурет ұнап жатса, осы каналға тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпа. Енді ең керемет сәті, енді үйімізді бояймыз. Крышамызды сұр түске боясақ болады. Өзің қандай түске бояғың келсе, солай боясаң болады. Маған сұр түс ұнап тұр. Осылай крышаны сұр түске бояп шығамыз. Досым, енді терезелерді бояймыз. Терезені сары түске бояймыз. Не үшін сары түске бояйды деп ойлайсың ғой? Себебі біздің светіміздің, жарығымыздың түсі сары. Енді есігімізді бояймыз. Есігіміздің түсін мен қоңыр түске боядым, ал сен өзіңе қалаған түске боясаң болады. Досым, мен терезенің алдына гүл салғым келіп тұр. Гүлдің горшогы міне тұрған. Енді гүлдің сабақтарын бояймыз. Одан кейін қызыл етіп гүлдің өзін боясақ болады. Сосын терезені әсемдеп, мен терезеге перде салдым. Перде қызыл түске боялды. Енді жаңағы салған шарбақтарымызды, заборларымызды бояп шығамыз. Бүкілін жасыл түске бояп жатырмын. Ал сен қандай түске бояғың келеді? Міне досым, бүкіл суретті боядық. Енді тағы бір зат жетпей тұрған сияқты. Давайте не салсақ болады? Тау салайық, Үйдің артына тау салайық. Енді тауды әсемдеу үшін тауға жап-жасыл етіп шөптер салайық. Бүкіл жеріне жап-жасыл болып шөп тұрсын. Өйткені
үйіміз өте әдемі көрінеді. Енді оның үстіне қызғалтақ етіп қып-қызыл түске бояймыз. Сонда үйіміз өте әдемі болып, жарқырап, әдемі болып тұрады. Енді досым, давай бірге күн салайық. Күнді сап-сары етіп, үйімізге әдемі болып түсіп тұрсын деп, сары күнді салайық. Оның көзін, мұрнын және күлімдеп тұрған көзін салайық. Досым, осымен менің суретім бітті. Егер сурет ұнаса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпа. Сау бол!